Жеңіс саябағы петропавлдықтардың серуендейтін орындарының бірі. Саябақтың сырты тік жар. Арнайы ескерту белгісі орнатылған. Кешкі сағат 10 кезінде екі патрульдік полицей мен тағылымдамашы кезекті тексерісте жүрген кезде оларға сасқалақтаған бала жүгіріп келіп көмек сұрайды. Где? Туда упал мальчик. Да ты че? Да, мы здесь просто шли, учиться не увидел знак, он пошел прямо и упал. Иди где? Он там где-то снизу. Тәртіп сақшылар бірден оқиға туралы жедел басқару орталығына хабар береді. Оқиға орнына жақын маңдағы автопатруль экипажы жіберіледі. Қараңғыда бірден табу мүмкін болмады. Қолшамның көмегімен судың жиегінде ес-түссіз жатқан баланы тауып алады. Тік жардан 30 метр биіктіктен полиция сержанты Нұрлан Қоқабаев төменге түсіп, баланы аман қалып қалады. Сол кезде мен автопатрульдер шыға бастады. Сол автопатрульдер келіп, аға сержант Қоқабаев жарға ар жағына түсіп, сол кезде айғалап, балам мында жатыр, аты Кирилл деп. Сосын бір кезде аға сержант Қоқабаев айғалап, арқан лақтырыңдар, арқан деп. Сол кезде автопатрульдер жүгіріп барып, арқан алып, сол жақ қарай лақтырып, аға сержант Қоқабаев белінен байлап, солай бәріміз тартып алып шықтық бала. Келіп жеткен жедел жәрдем алғашқы көмек көрсетті. Жас өспірім болса ата-анасына берілді. Бұл биылғы жылғы өзен жағасында болып отырған алғашқы оқиға емес. Полицейлер адамдарға әрқашан көмек қолын созуға дайын. Көктемде тәртіп сақшылары жардан құлаған қызды аман алып қалса, маусымда суға кете жаздаған балықшыны құтқарып алды. Осы орайда Ішкі істер министрлігі тапсырмасы бойынша су қоймаларының маңында қызмет атқаратын патрульдік полицияның барлық экипаждары адамдарды құтқаруға арналған қажетті құралдармен жабдықталған. Осы жолда қуаты күшті қолшамдар мен арқан көп көмегін тигізді. Индира Хатқызы, Солтүстік Қазақстан облысы полиция департаментінің баспасөз хатшысының көмегімен әзірленді.